Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Сиятқызы. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші ержігіт Ержанұлы есімді аккаунт қолданыстан келген сауал. 2015-2016 жылдары әскери борышымды өтегенмін. Запастағы офицерлерді шақырғандай бізді де шақыртуға болады ма? Ол жөнде кіммен байланысамын деп сұрапты. Сәлеметсіз бе ержігіт. Өкінішке қарай әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы заңының 32-ші бабына сәйкес тек қана запастағы офицерлер ғана әскери қызметке шақырылады. Алайда сіз келісімшарт бойынша қызметке орналаса аласыз. Бірінші келісімшарттың мерзімі 3 жылды құрайды. Мекен жайыңыз бойынша жергілікті әскери басқару органдарына барып, қосымша ақпарат алуыңызға болады. Олар міндетті түрде көмектеседі. Келесі сауал. Медициналық университеттегі әскери кафедраны бітіргеннен кейін запастағы офицер қандай мерзімге шақырылады? Қай жерге бару керектігін таңдай аламыз ба? Жалпы армияда дәрігер мамандығы керек пе деп сұрапты. Бүгінгі таңда еліміздің қарулы күштерінде әскери медициналық мамандар сұранысқа ие. Сондықтан да біздің қатарымызды толықтырамыз десеңіз, оған қуаныштымыз. Әскери қызметке жарамды 32 жасқа дейінгі медициналық қызметтің запастағы офицерлері 2 жылға шақырылады. Кейін 3 жылға әскери келісімшарт жасауға болады. Келесі келісімшарт 5-10 жылға немесе әскери қызметтегі шекті жасқа дейін жасауға болады. Ал енді аймаққа келетін болсақ, сіздің мамандығыңыз қай өңірде сұранысқа ие, сол гарнизонда қызмет атқаратын боласыз. Келесі сауал. Екінші рет отсрочка, яғни әскерден кейінге шақырту алуға болады ма? Балам колледжге тапсырса депті. Иә, әрине болады. Егер де сіздің ұлыңыз колледжге түскен жағдайда, оқуды аяқтағанға дейін оған әскерден кейінге қалдыру беріледі. Құрметті көрермендер, бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік жүйелеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.